тұрады. Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін таңғы асқа осындай керемет қытырлап шығатын сигара бөрек дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, әрі жылдам жасалады. Бізге осы екі ғана ингредиент қажет. Сырымыз, кез келген сыр түрі болады. Және де дүкеннен алынған лаваш, яғни жұқпаннан. Кез келген сырды пайдалансаңыздар болады. Бұл жерде менде эмир сыры. Сіздерде егер комо сыры немесе сулугуни сыры болса, тіптен жақсы. Мінекей сырымызды осылай күштен өткізіп аламыз. Барлығын күштен өткізіп алдым. Енді 3 жапырақ осылай лаваш нанымызды алып, теңдей етіп ортасынан бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, сонда сигара бөректеріңіз өте әдемі шығады. Теңдей етіп бөліп алдым. Менде бұл жерде 12 штук шықты. Енді осыларды қазір орайтын боламыз. Таңғы асқа керемет идея, әрі жылдам жасалынады. Балалар, әсіресе балалар сүйіп жейді бұны. Осылай шетінен бастап сырымызды салып отырамыз. Егер сыр болмаған жағдайда піскен картоп немесе брынзада болады. Дүкеннен сатып алсаңыздар, салмасына неше түрлі зат қосуға болады. Міне ортасы шетінен салып, осылай екі жағын жауып аламыз да, сосын әдемілеп бұны ораймыз. Және бұл жерде ыдысқа кішкене су құйып қойыңыздар алдын ала. Осылай шетін кішкене ғана қолымызбен батырып, суды батырып, сулап аламыз. Сәл ғана батырып алсаңыздар болды. Сонда біздің нанымыз жабысады бір-біріне. Мінекей тағы да көрсетемін орап. Дәл осылай орайсыздар. Суды кішкене ғана тигізіп, бір-біріне жапсырамыз. Міне мен барлығын алдын ала дайындап қойдым. 12 штук шықты. Енді табамызды қойып, аздап қана сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз майымызды. Қызып тұрған майымыздың үстіне сигара бөректерімізді жайғастырып, екі шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің отымыз орташа отта болу қажет, өйткені тез қызартып алу қажет. Және де тегіс жерде болу керек, немесе табаларыңыз, ыдыстарыңыз тегіс болу қажет. Егер сәл қисайық болып тұрса, ол болмайды. Мінекей екі жағын қызартып, осылай жылдам, оңай пісіріп алдым. Таңғы асқа ұсынсаңыздар, дәмі өте керемет. Егер сіздер басқа сыр қоссаңыздар, арасы созылып тұрады. Таңғы асқа ұсынып, осылай балаларыңызды қуантыңыздар. Дәмі ерекше болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.